Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бананды кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен шамамен 3-4 бананымызды алып, жақсылап езіп аламыз. Үстінен еріген сары майды қойып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң үстінен қопсытқыш, яғни разрыхителді саламыз. Шым-шым тұзды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді қант және де бір жұмыртқамызды салып, тағы да қозғап аламыз. Одан соң ең соңғысы ұнды қосып, жақсылап бір келкі массаны дайындап шығаратын боламыз. Дайын болған массаны керекті ыдысымызды аламыз, формасына осылай құйып шығамыз. Және де болғаннан соң бетіне қалауыңыз бойынша шоколадтарды қоссаңыз болады. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут уақыттай пісіріп алатын боламыз. Сонымен біздің өте дәмді болып шығатын, керемет болып пісетін кексіміз дайын болды. Дәмі енді шынында өте керемет болып шығады. Нәзік, жұмсақ, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де сізге видео рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын!